Әжемнің әңгімесі. Әжем ақырындап өз бөлмесінен шығып, қонақ бөлмеге кіріп келе жатты. Қонақ бөлмеде немересі мен келіннің дауыстары шығып тұрған еді. Келіні: балам, дастарханға отыр, сорпаңды құйып қойдым, суытпай ішіп ал. Қонақ бөлменің бір бұрышындағы өзінің ауылдан алып келген көрпесінің үстіне отырған әжесін көрген немересі: әже, кел бірге тамақ жейміз деді. Қарт апа бір күрсініп алып: үйдің отағасы келмей тұрып, дастарханға отыруға болмайды. Әкеңіз келсін, бірге жейміз бұйырса. Келіні: ойбай апа, бұл әдеттердің заманы өтті, ескірді. Қазіргілер кім аш болса дастарханға отырады. Балаңыз келіп өз жей береді деді. Қызым, адамдардың өз әдебі секілді, үйдің де өз әдебі заңдары бар. Немересі шыдай алмай сөзге араласып: ой әже, не ол үйдің әдебі деді. Қарт апа былай деді: біз кішкентай кезімізде әкеміздің алдында дұрыс отыруды үйренетін едік. Үйде ата-анамыздың алдында аяғымызды созып отырмайтынбыз. Үлкендеріміз сөйлесіп отырғанда олар рұқсат бермегенше сөзге араласпайтынбыз. Бөлмеге үлкендеріміз келгенде тұра қалып орын беретінбіз. Әкеміз дастарханға отырмай тұрып, біз ешқашан отырмайтын едік. Әкеміз келіп: бісміллә, ал келіңдер деп айтатын. Барлығымыз жүгіріп келіп отыра қалатын едік. Соңында дастарханға бата оқылатын. Отбасымен жеген тамақтан дәмді тамақ бола ма, құлыным? Бұл дастархан әдебі. Немересі: ой әже, бұлардан стресс болмайсыз ба деді. Жоқ құлыным, біздің заманымызда құрмет болған жерде махаббат бірге жүретін. Махаббат болған жерде қайдан стресс болсын? Тамақтар дәмді, ұйқымыз тыныш. Білесің бе, мен стресс деген сөзді осында қадаға келіп үйрендім. Біздің ауылымызда ақылында кемістігі бар бір бала болатын. Бәрі оны Жынды Ибрахим дейтін. Ол кезде сол Жынды Ибрахимде стрессіз бақытты болатын. Кешке дейін көшеде балалармен ойнайтын. Қарны ашса бір есікті қағатын. Қай есікті қақса да оны үйелер тойғызып жіберетін еді. Шаш өсіп кетсе, шаштарас шашын қиып қоятын. Хамамшы оны шомылдырып тұратын. Жұма күндері ауыл кісілері оның қолынан ұстап намазға апаратын. Ешкім оны кемсітпейтін. Қазір ешқандай нәрсеге құрмет қалмады. Қараш, үйлерге де құрмет жоқ. Кеш болса да перделер жабылмаған. Барлық үйлердің үй іші көрініп тұр, бірақ ешкім ұялмайды. Біз кеш батпай тұр перделерді жауып, жарықтарды қосатын едік. Перде жабық болса да үстімізді ауыстыруға ұялып, жерге шөгіп ауыстыратын едік. Сырттан көлеңкеміз көрінуін ойлап ұялатын едік. Осы кезде беті қызарған келіні ақырындап тұрып перделерді жапты. Үйдің әдебі пердесінің жабылып жабылмағанынан белгілі болады дейтін еді үлкендеріміз, деді әжем. Үйдің алдына ешкім іш киімдерін асып қоймайтын, көршілерден ұялатын еді. Мен кішкентай кезімде шалбарымды үйдің алдына іліп қойған ем, анам келіп: қызым, әкең бүгін ауылға шыққан кезде сенің шалбарың ілулі тұрған. Қалай ұялғанымды білсең ғой, екінші рет ортаға ілме, үйдің артына іл, үстінен жұқа мата іліп қой деді. Мен ол кезде 12 жаста едім. Анам бұны маған сөйлеген кезде жері жарылып жерге кіріп кетсем екен деп тұрдым ұялғанымнан. Қазір қалай? Өткенде таза ауа жұтайын деп балконға шығып ем, қарсыдағы көршіміз барлық кірлерін асып қойыпты. Ұялғанымнан ішке кіріп кеттім. Бүгін тамақтар сыртта желінетін болды. Көз құрмет деген болады, оны ешкім ойламайды. Біз базардан сатып алғанымызды әдемі пакетпен үйге алып келіп, сонымен дәмді тамақ жасайтын едік. Көзге құрмет жасауымыз керек, қызғаныш болады. Ол тамақты алуға ақшасы жетпейтіндер де бар, соларға құрмет көрсетуіміз керек. Үйдің тағы бір әдебі бар, ең маңыздысы да осы. Үйдегі жағдайлар ешқашан сыртқа шығарылмайды. Жегеніміз, ішкеніміз, әңгімелер, ұрыстар. Бұл да үйдің бір әдебі, ешкімге айтылмайды. Сол үшін үй ішіндегі мәселелер оңай шешіледі. Пайғамбарымыз да: әсіресе әйел мен күйеу арасындағы әңгімелер ешкімге айтылмайды, бұл күнә болып табылады деген хадистер айтқан, солай емес пе, Ләйләм, деді келініне. Ләйлә ұялыңқырап: иә, анашым, деді ақырын дауыспен. Әже, қазір Facebook деген нәрсе бар. Адамдар ресторанда отырғанын, не жегенін суретке түсіріп мыңдаған адамға көрсетеді. Ой-буй, адам жегенін айтама. Әрине әже, әр нәрсенің фотосуреті бар. Қыдырған жерлері, не жегенін, не кигенін, жұбайлар алған гүлдердің үстіне жазылған тілектердің де фотосуреті бар. Құлыным-ау, сен не айтып отырсың?
ақыры заман жақындап қалды ма, үйлер тыржалаңаш қалды ма деп көз жасқа толып әңгімесін жалғастырды. Біз отағамыздың алдында бірге жүруге ұялатын едік. Жесірлері бар, тұрмыс құралмайтын қыздары бар. Олардың көңілдерін жаралағымыз келмейтін. Отағамыздан бір қадам артта жүретінбіз. Қазір болса көшеде ұрсып тұрады, сүйісіп тұрады жастар. Әрине, ар-ұят болмаған жерде мейірім де қалмайды. Үлкендерімізге құрмет етсек, бұл үйіміздің берекеті болатын. Үйдің ұяты жабылған перделері болатын, ал махаббаттың ұяты жасырыну, көздің ұяты көзде, дененің ұяты жабық киімдер. Ұялу ар-намыс иманнан келетін нәрселер. Келіні, дұрыс айтасыз анашым. Біз ар-намысымызды ұмыттық деді. Немересі қасығын ақырындап қойып, мен әкем келгенде тамақ жейм анашым деді. Әжесі айтқан сөздерінің келіні мен немересіне әсер еткенін байқап, Құдайға шүкір деді.